түріктің бір ойшылы Зия Gökalp деген айтыпты төраға. Ірі халықтардың дейді, әлемдік өркениетке қосқан әр салада қосқанымен бірінші орындарға ие дейді. Мысалы дейді, гректер эстетикадан, римдіктер құқықтан, арабтар мен еврейлер діннен, француздар әдебиеттен, ағылшындар экономикадан деп келеді дағы, көшпенділер дейді, адамгершілікпен дейді. Мағараңыз, қандай ғажап айтқан, бәрін тізбектеп келіп, былай қарасаңыз, шынында да солай. Біздің ұлтымыздың өзегінде ең алдымен адам тәрбиесі, ұрпақ тәрбиесі, әдет ғұрпы, салт санасы. Тіпті әуелі әлгі Қасым ханның қасқа жолы дейміз ғой. Ол жай заң ғана емес, ол әдет ғұрыпқа айналып кетті ғой, келе-келе.